Үйге бір қонақтар келіп қалса да домбыра тартшы десең, еще мынандай бастарыңыз өтті ме, бір шетелге барасың ғой демалуға, балаға сеніп английский біледі ғой деп. Но английский оқып жүр ғой деп шетелге барамыз ғой өзімше. Границаға өткеннен кейін болды ғой, біз енді қазақ тілі он жақта жоқ қой. Қазақ тілі өзі аэропорттан шығарып салады ғой бізді, давай жақсы деп. Сөйтіп жаңағы ана жаққа барған кезде балаң айтасың ғой, мынаған бірдеңе айтшы. Сен английский білесің ғой десең, сонда біздің баланың айтатыны ғой, менің английскийім басқа дейді, ал аман бол. Бүкіл әлемнің английский бір дейді, біздің баланікі басқа әйтеуір. Болды ма бастарыңызда сонда? Сонда баланы шаршатып жібереді екенбіз ғой өзіміз бар ғой. Көрді бала отырмасын деп, өзіміздің де уақытын алдық, баланың да уақытын алдық босқа бар ғой. Біз өзіміз былай логикаға салып көру керек те баланы. Баланы бүкіл тренировкаға үйреміз, қарашы. Плаванияға отырады бала, суға түсіп жатқан баланы бір сағаттан қарасаң домбыра тартып отырады. Домбырадан шығарамыз, английский үйреміз, одан шығарамыз, күресіп жатады бар ғой. Кішкене бір-біріне ұқсайтын нелерге берейік те құрсын, бір баланы қинамай. Судан шыққан баланы английскийге апарып тастамай жаңағы. Кішкене кепсін да құрсын бала. Артынан шығып, футболға апарып тастаймыз. Кішкене бір-біріне ұқсайтын, бір күні бір кішкене бір спортивный, екінші күні бір кішкене бір культурный деген сияқты бір. Жоқ, расымен сондай ғой, расписаниялар сондай, қараңыздаршы балдарыңыз. Баладан сұрау керек. Баламен сөйлесу керек бізді. Баладан сұрау керек. Бала, ұлыңа, қызыңа, сен өзің бәше жүрегің нені қалап тұр? Вот такой секциялар бар. Вот 10. Ішінен қайсысын таңдайсың өзің деп. Бала өзі таңдайды ғой енді. Мынауым дейсі, біз бүйтеміз, мынау дейсі. Қой кет, қайтасың оны? Баланы таңдауын бермейміз де. Не істейсің оны құрсын дейді. Өзіміз сынып тұрық. Не істейсің оны дейміз. Баланың өзіне ұнап тұрған шығар деймін де. Ол соның маманы болатын шығар. Болашақ басқа ғой қазір. Біз білмейміз ғой болашақта не күтіп тұрғанын. Балдар біледі, олар көріп жүр ғой.